Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписация және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз Кейбатулланың қабырғасын ұстау нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. Өзенмұнайгаз компаниясы жаңа өзен мұнайшыларымен келісімге келгенін жария етті. Берәлі Маңғыстау компаниясы ЖШС-ның бұрынғы қызметкерлерімен келісімге қол жеткізді. Олар Мөлдір мұнай сервис ЖШС-інде жұмысқа орналасу туралы бұрын ұсынылған ұсынысты қабылдады. Делінген ОМГ хабарламасында. Аталған компанияға жұмысқа ауысқаннан кейін Берәлидің бұрынғы жұмысшыларына бұрынғы еңбек жағдайлары толықтай сақталады. Компанияның бұрынғы қызметкерлерін жұмысқа орналастыру шаралары Қазмұнайгаз ОК Ақы қағидалары шеңберінде қатаң түрде жүргізіледі. Өзенмұнайгаз Ақы барлық мәселелерінде қолданыстағы заңнама шеңберінде шешуді қолдайды және де соған шақырады делінген хабарламада. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып, сау саламатта болыңыздар.